Бүгінгі тәрбие сабағымыздың тақырыбы «Қарттар біздің асыл қазынамыз». Сабақтың мақсаты жас жеткіншектердің бойына үлкендерді сыйлап, тыңдай білуге, халқының салт дәстүрінен нәр алуға, инабаттылық пен мейірімділікке тәрбиелеу. Жалпы қарттар күні қалай пайда болды? Осыдан 33 жыл бұрын, яғни 1990 жылы, желтоқсан айының 14 жұлдызында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1 қазанды халықаралық қарттар күні деп жариялаған болатын. Сол уақыттан бері бұл мереке атап өтіліп келеді. Асылында бұл мереке 20 ғасырда пайда болды. Басында қарттар күні Еуропада, кейін Америкада тойланған, ал 80 жылдардың аяғынан бері бүкіл әлемде атап өтіліп келеді. Қарттар күнін атап өтудегі басты мақсат аз қамтамасыз етілген қарт адамдарға, жалғызбасты қарт зейнеткерлер мен қарт мүгедектерге көңіл бөлу, оларға материалдық, әлеуметтік тұрмыстық және басқа да көмек түрлерін көрсету болып табылады. Келесі кезекте мына бір қанатты сөздерге назар аударайық. Қарты бардың қазынасы бар. Ата-анаңды құрметтесең, сен де сондай игілік көресің. Ауылыңның маңында төбе болса, ерттеулі тұрған атпен тең. Ауылыңда ақылгөй қария болса, жазып қойған хатпен тең. Балалар, айтыңдаршы, дүниеде не қымбат, не қатты, не тәтті? Атамыздың қойған сұрағына жауап берейік. Сыныбымыздағы Алижанның аты Кеңес атамыздан бата. Оқушы болыңдар, оқуды жақсы оқыңдар, елдің азаматы болыңдар. Сондағы отырған, бірге оқыған оқушылармен қарым-қатынасың жақсы болсын, тәртіпті боласың, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол, отанымыздың бір азаматы болуға жазсын. Оқуды жақсы оқып, ер жеткенде, басқа оқуға түскенде айтып жүресіңдер, біздің мұғалімдердің берген сабағы бәлен ет, тағын ет, соны жақсы қылып алуға жазсын. Енді берген батам қабыл болсын, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол, отанымыздың бір жақсы азаматы бол. Алла жолдастарымен жақсы қарым-қатынасың болсын. Не тілесең тілектеріңе жете беріңдер. Алла, менің тілегім отанымыз, еліміз, халқымыз тыныш болсын, ергесі бұзылмасын, ынтымақ бірлік болсын. Алижан елімнің бірі, сондағы кластағы оқушылардың бәрі еліміздің азаматы болып, қазақ тілін ілгері қарай бастыруға жазсын. Алла не тілесек тілегіміз, қалымыз қабылды Алладан болсын. Алланың рахмы, пайғамбардың шапағаты тие берсін. Аллаху акбар. Әмин.